Құрметті оқырман, қалайсыздар? Бүгінгі менің әңгімемді тыңдауға дайынсыздар ма? Бүгінгі менің тақырыбым балалық шақ. Адам өмірінде ерекше қалатын сәт балалық шағы. Уақыт керуені алға озған сайын сонау бір қайта оралмас шақта алыстан қол бұлғап қала берген бала кезің өзінің ыстық естен кетпес естеліктерімен жаныңды баурап, ойыңа да жиі орала береді. Бала кезде бәрі тез өскісі, есейгісі келетіні белгілі. Ал 25 жастың белесінен асып, 30-тың ортасына жеткен жаннан бастап, қарт кісілердің өзі балалық шақтарын сағына еске алып, сол бір мұңсыз, қамсыз сәттеріне қайта оралғысы келеді. Балалық шақ кіршіксіз, боямасыз болмысымен, пәк сезімге толы аңғал қалпыңмен, бауырмал көңіліңмен ерекшеленеді. Жүрегіңді дүниелік жылтырақпен кірлетпей, еш адамға жат пиғылмен қарамайтын кездің әрбір естелігі қымбат. Қырда өскен біздің балалық шақтағы қызығымыз күннің ыстығында топырақты борпылдатып кешіп отырып суға түсу болатын. Біздің өңірдің ыстығы сырттан келген адамның есінен көпке дейін кетпейтіндей. Әсіресе тал түстегі ыстық тіршілік иелерін үйлеріне еріксіз қуып тығып, бірнеше сағат демалыс жариялауға мәжбүрлеп тұрады. Таңғалаңнан тұрып түске дейін біраз шаруаның басын қайырып тастаған үлкендер жағы күннің ыстығымен жағаласып, самаурынның шайын сіміріп тастап, бір мызғып алатынды. Үлкендердің демалатын уақыты балалардың екінші бір тынысы ашылатын кез. Күннің ыстығы балаға сөз болып па тәйірі? Көшенің басынан бастап әр үйден өзінің қатарлас балалар жиналып, бір топ бала жартасты бетке аламыз, тышқан өлтіруге. Оған дейін келер уақытының қамын жасап, таза бір киіміңді даладағы ыңғайлы бір жерге тығып кететінімізді қайтерсіз. Ол қыз аралас көше толы бала шыңғылдың арасымен тікен қаулап өскен топырақты шаңдата анадайдан мен мұң далаға шақырып тұрған суға бас қоямыз. Біздің ауылда үлкен бассейн бар еді. Түске дейін бассейнге шомылып, түстен дейін кеш түседі деген уақытта асыр салып бұзау қолайтынбыз. Одан қалса көгалда ұл қызымыз бар, футбол ойнап қызыға бататынбыз. Кеш батты. Үйге қайттыңдар деген сөзді айтпайынша үйге қайту жоқтығын. Сонда осының бәрін үлкендер жағы білмейді емес, біледі әрине. Бала ғой деп біраз уақыт көз жұма қарайтын болса керек. Бір жағы жауапкершіліктің бір ұшын өзімізге қалдырғандай сезіледі. Қанша жерден уайымдаса да бізге балалық шақтың осындай бір дәмін сезіндіріп, жақсылыққа ғана сеніп қараған көңілдеріне қайранмын. Кейде ұсталып қалатын сәтің де болады. Онда да қатулы қабағымен бір қарап, ісіңнің дұрыс еместігін бір еске салады. Артық әңгіме жоқ. Сондықтан да біз де сәл уақыт тыпыршып жүріп, келесі күнге қайта детімізге басамыз. Қайран балалық. Қазір осының бәрін еске алып отырсақ, әдемі естеліктердің беті бірінен соң бірі парақталып кете береді. Балалықтың бал дәуренін артқа тастап, өзімізде ата-ана атандық. Балаларымыздың қылықтарына, бұзықтық жасағанына күйініп кеткен сәтте басымыздан өткерген сондай шақтар көз алдымызға тізбектеліп келіп, бойымызға жылылық сыйлап, бала тірлігіне түсіністікпен қарауға жетелейді. Балалығымның бақ мекені. Ауыл жайлы сөз қозғасам тереңнен, бәз-баяғы бала кезге енеммен. Сырт қарасаң моп-момақан жататын, ауыл таңы тымарталау ататын. Ыстық нанды майға шылап жағып ап, тамақты да жедік біздер бабынап. Таң бозынан жалаң аяқ көмкештік, киім үшін болмайтұғын күндестік. Төрт түлікпен жүгірдік біз жарыса. Қозылақтар еркелейтін таныса. Құр тайраннан таршылықты көрмедік. Ортақ болды, ешбір затты бөлмедік. Сол еркелік қалды бүгін ауылда, ыстық болып бораны да дауылда. Лаура Бақтыбай.